Қандай ән орындап бересіз біздің көрермендерімізге арнап? Қазақта бір әдемі жақсы керемет сөз бар. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген. Өзім өте жақсы көретін, өнерін құрметтейтін осы Түркістан облысында Шардара қаласы, жаңа әпкеміз айтып жатыр ғой, Шардара қаласы деп. Сол Шардара қаласының тумасы Лесбек Аманов деген Қарабауыр Қасқалдақ әнінің авторы. Лесбек ағамыздың әніне жазылған Киелі Қазығұрт ауданының сүйікті көркем келіні, қазақтың ерке қызы Қаңлы Баба әнінің авторы Гүлжан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Жақсы екен деген әдемі тамаша ән бар, терме ән сияқты. Соны осы барша көрермендерге ұсынғым келіп тұр, осы эфирді пайдаланып. Бәрекелді. Сол бір керемет әнді өздеріңізге айтып берген жөн көрдім. Аңсап бір елге келгенде әкеңнің барау жақсы екен, жарығым деп қарсы алған анамның бары жақсы екен, анамның барау жақсы екен. Алдымдағы тіреуім ағамның барау жақсы екен, еркелетіп сыйлайтын жеңгемнің барау жақсы екен, жеңгемнің барау жақсы екен. Құрметті барша қазақ еліне, осы өнердің балы тамған оңтүстік елі, баршаңызға Алла керемет жақсы күндерді көруді нәсіп етсін. Алла тек шаңырақтарыңызда жақсылық, қуаныш, той болған нәсіп етсін. Құдай қаласа өсіріп отқан перзенттеріңіздің рахат, қызықшылығын көруді нәсіп етсін. Және де осы арнайы бүгінгі қасиетті жұмада тілеген дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Осы бүгінгі бағдарламаны жүргізіп отқан мен Назгүл ханымға, отбасыңызға үлкен бақыт, береке тілеймін. Қаншама елдің ыстық ықыласын осы жерде елге жеткізіп жатсыз. Бір нәрсеге бір нәрсе себеп дейді ғой әйтеуір. Алла абырой берсін, керемет осы бағдарламаларыңыз жемісін көре беріңіздер, жақсылығын көре беріңіздер. Әркімнің барлықтарыңыздың істеріңізге береке, күндеріңіз сәтті өтсін. Бәрекелді, рахмет.